Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз осындай үйге киетін аяқ киім тоқитын боламыз. Енді бұл аяқ киімді көп қыздар трикотажный пряжамен, трикотажный жіппен тоқып жүр. Енді мен осындай қолыңызда кез келген жіппен қалай тоқуға болатынын көрсететін боламын. Мысалға мына осы аяқ киім кәдімгі иран жібінен тоқылған, екі қабатпен иран жібінен тоқылған. Енді иран жібі 100% акрил болғандықтан бұл кішкене осылай созыңқы болып келеді. Енді мен бұны осы Ализа Дивамен тоқығым келіп отыр. Ализа Дива бізде микрофибра 100% акрилдің диваның осы түсінен таңдадым, және осы түсінен таңдадым. Осы екі түспен тоқып көрсеткім келіп отыр. Так, бізге енді табан керек sıra. Неке 38 размерлі табанға тоқитын боламын. Бұл да 38 размер. Но бұл табандар маломерка жүреді. Өздеріңіз білесіздер, маломерка жүреді. 38 болса 2 размерге, яғни 36 аяққа болады деген сөз. Бізде осындай ине керек. Инені мен так неке көрініп тұрма? 3 размер. 3 размер ине алдым. Неке бір жағын тоқып қойдым. Өте әдемі болып шығады осындай. Ол кішкене қаттылау болып шығады. Енді осыны қалай тоқитынымызды көрсететін боламын. Так, біз ана Ализа Диваның қазір шынтау алайын. Бұл жіпті мен 3 қабаттап аламын. Яғни неке 3 қабат дегеніміз, яғни былай осылай 3 қабат неке. Енді бұны сіздерге экранға тек кішкентай қысқа қылып көрсетіп отырмын. Ұзын қылып аламыз осылай неке. Осылай ұзын қылып аламыз. Мысалға мына жағынан бастап тоқимыз. Осылай тоқып келе жатқан кезде мына жеріміз уже мінеке, мына жеріміз уже бітіп қалады. Сол кезде осыған ана ұзын жіпті осылай өткізіп аласызда, дальше осылай ұзартып алып, дальше тоқып кете бересіздер мінеке. Тағы да тоқып келе жатырмыз. Енді ұзын қылып ала берсеңіздер болады. Мінеке тағы да осылай бітіп қалған кезде мінеке аржанда ұзын жіпті осылай өткізіп аласыз. Неке осылай дальше осылай тоқып кете бересіздер. Осылай мінеке 3 қабаттап аламыз. Неке 3 қабатпен тоқитын боламын. Енді мінеке инемізді алып, так осылай қарапайым ілмекпен бастай беремін. Осылай мен неке осылай 2 ілмек іліп алдық. 2 ілмек іліп аламыз. Енді 2 ілмекті іліп алдым. Енді мен неке мына бірінші ілмекті осылай бер жақтан осылай аламын. Да бұны бүйтіп өткізіп аламын. Тоқымаймын. Так, бір нем кетіп қалды. Неке осы жіпті, осы ілмекті
осылай мына инеге өткізіп аламын. Осылай. Енді мынаны екінші ілмекті осылай тоқитын боламын. Көптен бері мынандай ине ұстамағасын, маған ыңғайсыз болып тұр экранға. Екінші бетіне айналдырамыз. Екінші бетіне айналдырамыз. Мінекей. Мына жақта бізде осындай стена түседі. Ол стенаны біз жаңағындай алып кетеміз. Мына бер жағынан алып осылай аламыз. Мынаны тағы бір тоқып жіберемін мен. Енді тағы екінші жағын айналайық. Екінші жағын айналамыз. Енді бұл жақта біз әуелі мына жіпті бері қарай өзімізге қарай өткізіп аламыз. Өзімізге қарай өтеді мына жіп. Мына рабочий жібіміз өзімізге қарай өтеміз. Енді мына жақтағы ілмекті осылай алып аласыз. Жалпы екі қаттанда да бірінші ілмекті тоқымаймыз, осылай алып отырамыз. Енді біз ілмек қосамыз. Ілмек қостық. Ілмек қосамыз. Енді мынаны тоқимыз. Екі ілмегіміз уже үш ілмек болды. Екінші жағын айналамыз. Енді бұл жақтағы ілмекті, рабочий жібіміз ар жаққа қарай ұстаймыз да, мына ілмекті бер жақтан алып, осылай инемізге өткізіп аламыз. Енді мына бізде жаңа ілген ілмегіміз, осыны осылай бер жақтан алып тоқимыз. Енді мына ілмекті осылай тоқып аламыз. Үш ілмек. Екінші жаққа қарай айналамыз. Енді мына жақтағы ілмекті, бұл жақта бізде мына тұмсық жағы түседі. Көріп отқаныңыздай, мінекей, ол өрілім құсап түсу керек. Мына жағы өрілім құсап түсу керек. Ал мына жағы осылай осындай болып түсу керек. Мінекей, мына тұмсығымыз осы жақта, міне тапчикіге осы жақта тігетін боламыз. Осында осылай болып түседі. Мінекей. Осылай болып түседі ғой. Мына жағымыз осылай бүтеу болып түседі. Мына жағымыз өрілім құсап түсу керек осылай. Енді мінекей. Мынау бүтеу жақ бізде, мынау өрілім болып түсетін жақ. Осыны мінекей әуелі жібіміз өзімізге қарай өткізіп аламыз. Рабочий жіп өз жағыңызда тұрады. Бұны осылай тіке өткізіп аласыз. Бұлай емес, бұлай емес, бұлай емес. Осылай тіке өткізіп аласыз. Инеңізге осылай тіке өткізіп аламыз. Енді ілмек қосамыз. Бұл жағында, мына өрілім жағында, өрілім түсетін жақта біз ілмек қосып отыратын боламыз.
Так, екі ілмегімізді қалған тоқимыз. Так, екінші жаққа айналамыз. Бізде уже 4 ілмек болды. 4 ілмек. Так, мына жақты енді былай қарай тоқитын боласыз. Былай қарай алып тоқимыз, неке. Іліп аламыз осылай. Келесі ілмекті осылай тоқып аламыз. Мына ілмекті осылай іш жағынан алып осылай тоқитын боласыз. Соңғы ілмекті тоқимыз осылай. Так, екінші жаққа айналамыз. Так, енді біз мынада өрілім жаққа келдік. Осылай өткізіп аласыз. Так, жігіңіз ары қарай өткізесте ілмек аламыз енді. Міндетті түрде ілмек алып отырамыз. Екінші жаққа айналамыз. Бұл бізде ар жаққа түсетін жақ. Ары қарай аламыз, іліп аламыз. Екінші жаққа айналамыз. Бізде уже өрім түсіп келе жатыр. Бұл тапочкаға тігілетін жағы, тұмсық жағы, анау бетке жағы, жоғары жағы. Енді уже түсінікті еді. Осы жақтан тоққан кезде біз жібімізді өзімізге қарай аламыз да. Осы жақта міндетті түрде осылай ілмек қосып отырамыз. Ілмегімізді ұмытпаймыз, міндетті түрде қосып отырамыз. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Осылай біз енді ілмегіміз көбейе келе 18 ілмекке дейін тоқимыз. Если ұмыт қалам дейтін болсаңыздар, осылай жазып қойсаңыздар болады. Неке? Мен енді жаңа айттым, мен кішкентай аяққа тоқып жатырмын. 36 размерлі аяққа, яғни. Ал сіздер үлкен аяққа тоқитын болсаңыздар, 38, 39 үлкен размерлі аяқ киім тоқитын болсаңыз, онда мынаны 18 басқа дейін емес, 20-22 ілмекке дейін көбейтсеңіздер болады. Мен енді мына жерім мінеке 18 ілмек болды. 18 деп жазып қойдым, ұмытпас үшін. Енді мынаны осым 18 ілмекке дейін толтырып тоқитын боламын. Түсінікті деп ойлаймын. Бізде жоғарғы аяқ киімнің жоғары жағы, осыны осылай аласыздар. Қарапайым ілмекпен тоқи береміз тек. 1-2 сағатта тез тоқып алуға болатын аяқ киім. Өте тез тоқылады, оңай. Екінші жаққа айналамыз. Мына жіпті
өзімізге қарай аламыз. Так, бұл жақта ілмек қосамыз. Осылай өзіңіздің қалаған размеріңіздегі қалаған ілмекке дейін тоқып келеміз. Мен енді осыны 18 ілмекке көбейтіп тоқып келетін боламын. Неке жазып қойдым. Неке мен 18 ілмек тоқып келдім. Санасаңыздар болады, 18 ілмек мына жерде. Енді неке мына өрім жаққа келген кезде аяқтайтын боламыз. Неке осы жақтан біздер осы жібімізді осылай смело осылай қиып тастасаңыз болады. Так. Енді мінекей екінші түсімді алдым. Енді так, осы екінші түсімізді осыған бірінші ілмекке осылай өткізіп аламыз. Так, мына жіптеріңізді тартып қойсаңыздар болады. Енді міне бұл жағында біз ілмек ілеміз міндетті түрде. Осы ілмегімізді іліп алайық. Ілмегімізді іліп аламыз. Енді ары қарай тоқып кете береміз. Тоқыған кезде мен мына ұшында осылай қосып тоқып жіберем осылай. Ештеңе білінбейді. Тоқылып кете береді. Грубый болып көрінбейді, нормально шығады. Неке. Мына жерде де мысалы міне білінбейді. Ондай. Мына жақтарда да мінеке. Бірге қосып тоқып жібере береміз. Неке. Қызыл жіпті де осылай тоқи бересіздер. Мына жерде 3 ілмек қалдырамыз. Мына жасыл жіптен 3 ілмек қалдырамыз. Соған дейін тоқып келеміз. Неке 3 ілмек қалды бізде. 3 ілмек қалған кезде біздер екінші жағына былай қарай айналдырамыз. Осылай айналамыз. Енді мінеке мына жасыл жіпті мына инеге қарай аламыз осылай. Енді мына рабочий жіпті ары қарай өткіземіз. Ары қарай өткіздік. Енді мына жасыл жібімізді кейін қарай, мынаған кейін қарай алып аламыз. Енді ары қарай тоқып кете береміз. Басына дейін тоқып келеміз.
басына дейін тоқып келеміз. Так, басына дейін тоқып келдік. Так, бұл жағында мінекей ілмекті өз жағымыздан аламыз да ілмегімізді қосып аламыз. Енді ары қарай мына жерде мына екі қызыл ілмек қалғанға дейін осы жерге дейін тоқып келеміз осылай. Мінекей. Мына 3 жасыл ілмек, 2 қызыл ілмек. Мына жақта 5 ілмек қалу керек. Соған дейін тоқып келеміз. Мінекей. 5 ілмек қалды. 2 қызыл ілмек, 3 жасыл ілмек, 5 ілмек қалды. Осы 5 ілмек қалғаннан кейін біз енді олай екінші бетіне айналамыз. Так, екінші бетіне айналамыз. Айналдық. Енді жібіміз өз жағымызда тұрады. Енді мінекей мына жақтағы 5 ілмектің біреуін аламыз осылай. Мына ілмекті рабочий жіпті ары қарай өткіземіз. Енді мына ілмегімізді кейін қарай алып аламыз. Ары қарай тоқып кете береміз басына дейін. Басына дейін тоқимыз. Міне басына дейін тоқып келдім. Енді бұл жақта ілмек қосатын жағымыз ғой бұл жақ. Міндетті түрде ілмегімізді қосамыз. Енді осылай ары қарай тоқимыз. Осылай тоқып келіп, енді бізде мінекей жаңа 2 қызыл ілмек қалдырған болсақ, енді тағы 2 ілмек қосамыз. Осылай мінекей 4 ілмек қыламыз осы жолы. Келесі айналымда тағы 2 ілмек, келесі айналымда 2 ілмек. Осылай кейін қарай шегеріп отырамыз осылай. Енді біз қазір мінекей мана 2 қызылды қалдырған болсақ, енді міне 4 қызыл қалдырып, осыған дейін тоқып келеміз. 4 қызыл қалдырып, осыған дейін тоқып келеміз. Келесі айналымда 6, келесі айналымда 8. Осылай біз енді осы ілмектеріміз енді бізде 27 ілмекке дейін тоқып келеміз. Жаңа үлкен аяқ киім болса 29, 31. Бұл жерде тақ ілмек шығу керек. Мен енді 27 алып тоқып келем. Сіздер 29, 31 алып өзіңіздің размеріңізге сай тоқып келесіз. Енді мінекей қазір мына осы ілмекке дейін тоқып келемін. Мінекей қызыл ілмектен бізде міне 4 ілмек қалып тұр. Егер де былай міне жайлап бүйтіп қарайтын болсаңыздар, мінекей бізде уже 2 ілмектен байланып келе жатырмыз. Мынау міне мана басындағы 3 жасыл жіп деп ойлаңыз, мінекей 3 ілмек деп ойлаңыз. Көріп тұрса? Атак міне қызыл ілмектен 4 ілмек. Мына жерде міне 3 ілмек қалып тұр. Өзі осылай 3 ілмек дара осылай қалған кезде міне мына жағыңыз мінекей 2 ілмектен байланып келе жатыр. Мына жерде міне 3 ілмек қалып тұр. Сол кезде сіз уже біле қоясыз екінші жаққа айналатыныңызды. Екінші жаққа айналамыз. Екінші жаққа айналдық. Енді мінекей мына ілмекті мына жаққа алып аласыз. Мына жібіңізді ары қарай өткізесіз. Мына ілмегіңізді кейін қарай аласыз. Ары қарай тоқып кете береміз. Тағы да ары қарай басына дейін тоқып келеміз. Басына дейін ары қарай тоқып келейік, сосын тағы бір түсіндіріп жіберемін. Басына дейін тоқып келдім.
Так, бұл жақта біз ілмек қосамыз міндетті түрде. Так, осылай өз жағымызға аламыз да, не өрім жақ бұл жақ. Так, міндетті түрде ілмегімізді қосып отырамыз. Не ары қарай осылай тоқып келеміз. Неке осылай ары қарай тоқып келе жатқанда бүйтіп қарасаңыз, мінекей уже белгілі. Бүйтіп ашып қарасаңыз, уже белгілі. Кішкене жарқылайын. Мінекей екі ілмектен уже міне екі ілмектен уже байланып келе жатырмыз. Мінекей көрініп тұр. Енді бізде мына жерде байланбаған, мына жерде үш ілмек қалған кезде, мына екі ортада үш жерге келген кезде келесі бетке өтеміз деген сөз. Көрініп тұр деп ойлаймын, түсінікті деп ойлаймын. Екеуден байланып келе жатырмыз. Не жерде мінекей үш ілмек тұр. Үш ілмек. Осыны мына жаққа қалдырамыз да, мынаны осы жаққа қалдырамыз. Мына жерге дейін тоқып келген кезде, екінші жаққа қарай айналамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Солай біз енді менің ілмегім бойынша тоқысаңыз, енді 27 ілмекке дейін тоқып келеміз. Осылай санап отырыңыздар ілмектеріңізді. 27 ілмекке дейін тоқып келеміз. Так, әлі үш ілмек бар екен. Осы үш ілмекті тоқып тастайық. Екеуден байланған. Бізде міне үш ілмек қалып тұр мына жерде. Енді біз екінші бетке айналамыз деген сөз. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Жаңағы айтқандай 27 ілмекке дейін өзіміз тоқып келеміз енді. Жиырма жеті ілмекке дейін тоқып келейік. Мен 27 ілмек тоқып келдім. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 20, 23, 26, 27 болды неке. Так. Неке бұл бізде өрім жаққа келіп түскен. Міндетті түрде осы жағынан аяқтаймыз да. Енді неке. Осы өзінің мына тұсына келген кезде өз жерден смело осылай қиып алып тастай беріңіздер. Так, енді біз осы жасыл түсімізді қайттан аламыз. Енді бұл жерде, бұл қатарда біз осы 27 ілмекті ешқандай ілмек қоспаймыз. Мына 27 ілмек ешқандай ілмек қосылмайды да, қысқартылмайды да, қосылмайды да. Осы 27 ілмекті осылай тоқып шығамыз. Әрлі-берлі 27 ілмегіміз тоқып шығамыз. Менде мына жерде мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар ма? 9, 10 үлкен размер болса, одан да көп қатар тоқып, өзіңіздің размеріңізге қарай тоқып келесіз. Мынау бас жағымыз. Так. Ілмек жібімізді аламыз да.
Так, ілмегімізді өткіздік. Осы жіптеріңізді осылай тартып қойсаңыздар болады. Мінекей. Енді бұл жерде біз ілмек қоспаймыз. Мінекей. Бүйтіп ілмек қоспаймыз, сразу арғай тоқып кете береміз сразу. Ілмек қоспай, мінекей 27 ілмегімізді әрлі-берлі тоқи береміз. Осы шетіне дейін тоқып келеміз, кейін қарай қайтамыз. Мына жақтан да осылай кейін қарай қайтып 27 ілмекті тоқи бересіздер. Мінекей бір қатар тоқып келдім. Мінекей бір қатар тоқып келдім. Осылай өзіңізге қажетті 10 қатар қаласыз ба, 8 қатар қаласыз ба, өзіңізге қажетті қатарды тоқып келесіздер. Мінекей мына бізде мына жағы, яғни бұны жіп ары қарай түседі. Мына ілмекті осылай бер жағынан алып іліп аласыз. Болды. Осылай 10 қатар, 9 қатар. Егер қалың жіп болса, жаңағындай трикотажный жіп болса, одан да азғантай қатармен тоқып келе бересіздер. Егер де осындай жіппен тоқитын болсаңыз, онда үлкен размерге тоқитын болсаңыз, онда көп қатар тоқисыз, 12-14 қатар тоқисыз ба. Осылай тоқып келеміз енді. Так, мен мінекей 9 қатарымды тоқып келдім. Мінекей жібімізді қиып алып тастаймыз осылай. Енді мен мына жерде бізде 27 ілмекке дейін тоқып келген кезде бізде мына қызыл ілмектен мына жерде 8 ілмек қалу керек. Мен оны айтуды ұмытып кеттім. Мінекей 27 ілмекке толтырған кезде 8 ілмекте бізде, мына қызыл ілмекте бізде 8 ілмек қалады. Мінекей мына жерде мен 8 деп жазып қойдым. Енді біз осы жерде әуелі 8 ілмегімізді алып аламыз. Қызыл ілмекпен әуелі 8 ілмекті алып аламыз. Жіптеріңізді тартып тоқи беріңіздер. Так, бұл жерде ілмек қоспаймыз. Енді біз аяқ киімнің тапочканың екінші жағына, тұмсығына қарай кеттік. Сондықтан енді біз бұл жағында қысқарту жасаймыз. Қазір енді мінекей іліп алдық. Енді мына бірінші ілмек, так, екінші ілмегімізді ілдік. Үшінші ілмегімізді ілдік. Төртінші ілмек, бесінші ілмек, алтыншы ілмек, жетінші ілмек, сегізінші ілмек. 8 ілмекті алғаннан кейін, 8 ілмекті алғаннан кейін, біз енді екінші жағымызға айналамыз.
екінші жағын айналдық. Енді мына жасыл түстен біз екі ілмектен енді наоборот қысқартып отырамыз. Екі ілмектен алып қысқартып отырамыз. Так, мына жасыл ілмекті әуелі мына жаққа өткізіп аламыз. Мынаны рабочий жібіміз ары қарай өткіземіз. Жасыл жіпті кейін қарай аламыз. Енді тұмсығына дейін тоқып келеміз қайттан. Так, біз тұратыр. Біз енді мінеке мына соңғы екі ілмекті бір ілмек қылып тоқимыз. Енді біз бір жағында қысқарту жасаймыз осылай. Мінеке бізде екі ілмек қалып тұр. Осыны бір өткізіп аламыз. Мінеке бір өткізіп аламыз. Бір ілмек қылып. Енді тәбішкіміздің екінші жақ тұмсығына келдік. Сол кезде сіздер уже бұл жағында қысқартулар жасаймыз. Так, екінші жағын айналамыз. Бірінші ілмегімізді іліп аламыз. Ары қарай тоқып кете береміз. Міне қызыл ілмегімізді тоқып келдік. Енді мінеке мына жерден осы екі ілмекті тоқимыз әуелі. Екі жасыл ілмек тоққаннан кейін біз екінші бетке айналамыз. Осылай екі ілмектен, жасыл ілмекті екі ілмектен алып отырып қысқарамыз. Так, мына жасыл ілмекті мына жаққа аламыз. Жіпті өткіземіз ары қарай. Жасыл жіпті кейін қарай аламыз. Енді тұмсығына дейін тоқимыз. Тұмсығында екі ілмекті бір алып, бір ілмекке өтеміз. Қысқартуды, яғни қысқарту жүргіземіз. Қысқартуды міндетті түрде жасап отырасыздар, ұмытып кетпейсіздер. Екі ілмегіміз қалды. Екі ілмекті бір ілмекке өткізіп қысқарту жасап отырамыз міндетті түрде. Мінеке осылай тоқып келе береміз. Енді тағыда мінеке мына жерден мына екі жасыл ілмекті тоққаннан кейін екінші бетке айналасыз. Екінші бетті айналып келесіз. Мына жерде екі ілмекті бір алып тоқып қысқартып, солай ары қарай тоқып кете береміз. Түсінікті деп ойлаймын. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Мінеке мына жерден тағы екі ілмекті алып аласыз. Жасыл ілмек. Енді екінші жаққа қарай айналамыз да. Бір жасыл ілмекті аламыз. Жіпті ары қарай өткіземіз.
осылай ары қарай тоқып кете береміз. Мына тұмсығында 2 ілмекті қосып 1 ілмекке айналдырамыз, қысқарту жасаймыз. Осылай аяғына дейін тоқып келейік. Мына жерде мына 3 жасыл ілмекті қалдырамыз. Соған дейін осы қызыл жіппен тоқып келеміз. Мына жерде 3 ілмегімізді қалдырамыз. Соған дейін осы қызыл жіппен тоқып келеміз. Сонда бізде осы жерде неше ілмек? 18 ілмегіміз шығу керек па? Қайттан 18 ілмекке қайтып келуіміз керек сияқты. Қазір тоқып келеміз, сосын санаймыз. Мінекей мен аяғына дейін тоқып келдім. Мінекей. Міне басында 3 жасыл ілмегіміз қалды. Мінекей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ілмегімізге қайтып келдік. Мінекей біз мына жердегі 18 ілмегіміз мынау. Енді осыны ары қарай мына жасылды осы 18 ілмекпен, осы жасыл жіппен кейін қарай тоқимыз енді. Кейін қарай мына жерден азайтып отырамыз. Яғни мына тұмсықтан былай қарай азайтып отырамыз. Так, мына қызыл жіп енді керек емес, бізге қиып тастаймыз. Так, осының тұсына әкеліңкіреп. Так, жасыл жібімізді аламыз. Енді түк қиыны жоқ. Осы жасыл жіппен тоқып келе береміз. Просто мінекей жаңа мына жағын бүйтіп тоққан кезде мінекей мынандай алып 2 ілмекті 1 ілмекке қысқартып отырамыз. Мына басынан мінекей мына тұмсық жағынан, тапочкаға тігілетін тұмсық жағынан, осы жағынан мына соңғы 2 ілмекті қысқартып отырасыздар. Соңғы 2 ілмекті 1 ілмекке қысқартып отырасыздар. Мына жағын қысқартпаймыз. Мына жағын кәдімгідей алып тоқи бересіздер. Мінекей. Осы 8 қабатымен, 6 қабатымен тоқи берем. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Мінекей мына аяғында 3 жасыл ілмек. 3 жасыл ілмек, оны да кәдімгідей осылай тоқып тастайсыздар. Үшеуінде кәдімгідей тоқып келе береміз. Так, екінші бетіне айналамыз. Енді бұл бізде мынау жоғары жаққа түсетін жақ. Так, бұны бірінші ілмекті осылай іш жағынан осылай іліп аламыз, тоқымаймыз. Енді ары қарай тоқып кете бересіздер. Арғай тоқып кете береміз. Просто мінекей мына соңындағы 2 ілмекті 1 ілмекке өткіземіз. Осы жерде қысқарту жасаймыз. Осы тұмсық жағынан
2 ilмекті 1 ilмекке өткізіп қысқарту жасаймыз. Соңғы 2 ilmek, бізде міне соңғы 2 ilmek қалды. Соны 1 ilmekке өткізіп, осылай қысқарту жасап отырамыз. Неке осы мына тұмсық жағынан, неке мына өрнек құсап түсетін жағынан, осы жағынан қысқарту жасап отырамыз. Ал мына жақтан қысқарту жасамаймыз. Осылай енді не қысқартып, осылай қысқарып, осылай 2 ilmek қалғанша тоқып келеміз. Неке мен 1 ilmek қалғанша тоқып келдім. Енді осы 1 ilmekті осылай байлап тастадым. Так, біз осындай ұзындау қылып жіп аламыз. Себебі біз енді осыны, бізге мына әйнек керек емес, енді крючокпен айналдырып осыған тоқып шығамыз. Неке мына тұмсығын осылай тапчыкның табанның тұмсығына келтіріп аламыз. Мен енді мына жіппен мына жерді мысалға бүйтіп былай жылжып кетпесін деп осылай байлап тастадым. Сіздер де осылай байлап тоқсаңыз да болады, байламай та тоқи берсеңіз болады. Неке мына тұмсығымызға келіп тұр. Енді осыны осылай жайлап қойып көреміз, қай жерге дейін тоқитынымызды. Неке мен мысалы не 1 ilmekten алып бастап тігіп кете берсем болады. Неке ол үшін не так 2-лік крючок алдым. Енді мен осылай крючокпен тоқимын. Сіздерге крючок ыңғайсыз болса, инеге өткізіп алып, инемен жасасаңыз да болады. Қатты тартып тоқимыз. Енді міне келесі ilmekке осылай барынша осы жерлерді қатырып отырған 1 ilmekке осы бас жағын әбден қатырып біліп аласыздар. Тартыңқырап, осылай тартыңқырап байлап тоқи беріңіздер. Болды, енді ары қарай осылай тоқып кете береміз. Енді астында келесі ilmekten аласыздар. Келесі ilmekten аламыз. Мынаның неке бет жағында ilmekті осылай алып жібімізді осылай өткізіп қатты тартып байлай бересіздер. Мына жерде мысалға мына 1 ilmekке мына жерден 2 ilmekті түсуі мүмкін. Мына жерден ешқандай ilmek қалдырмай бәрін тігуге тырысамыз. Келесі ilmek бізде мына жерден жібіңізді осылай мына ұш жағынан келіп осылай алып
өткізіп алсаңыз өзіңізге оңай болады. Осылай қатты тартыңқырап тіге бересіздер. Жаңағы мына тоққан ілмекке, мына ілмекті екінші ілмекті де осыған тігіп жіберуге болады. Енді тоқу барысында, тігу барысында өзіңіз қарап отырасыз ғой. Қалай ыңғайлы, қай ілмектің тұсына келіп тұр, солай тоқып кете бересіздер. Осылай тігіп кете береміз. Мен екінші табанды да тоқып жатырмын, тігіп жатырмын. Мына жерге дейін келдім. Мына жіптерді осылай қосып отырып бірге тоқып жібересіздер. Мына қызыл жіп бірге қосып тоқып келе жатырмын. Осылай айналдырып тоқи бересіздер, тіге бересіздер табанға. Енді өзіміз осылай айналдырып тоқып тігіп келеміз. Мен аяғына дейін осылай түгел айналдырып жиектеп тігіп келдім. Бізде осындай өте әдемі тапочка пайда болды. Енді қалған жіпті, если қалып жатса сізде, қалған жіпті осылай инеге өткізіп алып, аны іш жағынан осылай өткізіп шықсаңыз болады. Осылай өткізіп тастасаңыздар болады. Әрі мына тұмсығыңыз кішкене қатаяды. Осылай өткізіп тастайсыздар. Бізде осындай әдемі домашний тапочка и тапочкасы пайда болды. Тоқылыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұйырса тағы да керемет дүниелер жасаймыз деген ойдамыз. Осылай иран жібімен де тоқып алуға болады. Ол да өте әдемі, осылай әдемі шығады. Тоқылыңыздар, менімен бірге болыңыздар.